және оқушылар. 4-ші А сыныбының мың алғыс саған бастауыш атты тәрбие сағатына қош келдіңіздер. Бүгінгі күн осында отырған бәріміз үшін ерекше күн. Ата-аналар балаларының білімнің бір белесінен асқанына қуанса, ұстаз өз шәкірттерінің сапалы, білімді азамат болып қалыптасқанына қуануда. Бүгінгі мереке көп нәрсені еске алудан тұрады десек те болады. Бұл уақытта қаншама қуанышты күндерде, көңілсіз күндерде, қаншама қателіктер мен жеңістер, өкініштер мен бақытты сәттерде болды. Біз 4 жылда білімнің сатысына тырмыса өрмелеп, мыңдаған сабақтарды бірге өткізіп, бірге сәттілікке жеттік. Біреуіміз жеңіске жетсек, бірге қуандық, қиналсақ бірге қуандық. Бұл оқу тамақ болар қарнашқанда, жол табар қараңғыда адасқанда, мал озбас, біле білсең білім озар, ақыры керек болар бір сасқанда деп, Міржақып ақын айтпақшы, тарыдай болып кіріп, ақыл ойлары толысып, оң мен солын танып, жақсы мен жаманды айыра білуді үйренген шәкірттеріміздің ұйымдастырумен өткізілгелі отырған іс-шарамызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бесіктегі баланың күлгенін көрген бір мұрат, алдына түсіп ананың жүргенін көрген бір мұрат дегендей, бастауыш сыныпты бітіруші шәкірттеріміздің де жүректері толқып, ортаға шығуға асығып тұрған болар. Толқимыз, толқып тұрмыз баршаңызда. Мұндай күй болған сірә қаншаңызда, қол соғып, қошеметтеп шақырайық сүйкімді ұл қыздарды ортамызға. Сіздердің алдарыңызда тұрған балаларымыз осыдан 4 жыл бұрын 6 жасар бүлдіршін болса, міне ес біліп, ой мен бойы қатар өскен білімді шәкірт. Елімізде емес, бүкіл дүние жүзін алаңдатқан 2020 жыл бәріміздің есімізде шығар. Мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерімізбен қуана қауышсақ та, сол жылы оқушыларымызбен екіге бөлініп оқуға тура келді. Пандемия кезінде біз тіпті әліппемен де қоштаса алмаған жайымыз бар. Дегенмен де біз бұл жылдары көптеген іс-шараларға, апталықтарға, мектепшілік ашық есік күндерінде, қалалық семинарларда бірнеше ашық сабақтар көрсеттік. Балаларымыз мектепшілік, қалалық, облыстық, республикалық деңгейдегі олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Бұл күндер әрине балалардың есінде ұзақ сақталар сөзсіз. Армандасаң да, қиялдасаң да, ең алдымен балалық шақтан көз алдыңа елестетеміз. Өйткені биік асуға беттеген аяулы ғұмыр, ғажайып өмір осынау бала күлкілі бала шақтан басталады. Міне, бүгінгі біздің балалар балалықтың бал шағы бастауыш сыныбымен қоштасып, бір жылға тағы да есейгелі отыр. Қызықты да ғаламаттың өзгерістер сыйлаған, білім нәрімен сусындатқан, өмірде өз жолдарын табуға жол сілтеген ұстаздарына, ата-аналарына өз өнерлерін көрсетуге дайын. Олай болса, сөз кезегі шәкірттерде. Достарым, қандай керемет, біз үшін мектепте үлкен қуаныш мереке болып жатыр. Бексұлтан, дұрыс айтасың, бүгін сондай тамаша күн. Бірақ менің көңіл күйім қаншалықты қуанышты болса, соншалықты жабырқау, көңілсіз сияқтымын. Қараға, неге олай дейсің? Қуанатыным, бүгін біз білімнің бір белесінен асқалы тұрмыз. Ал мұңаюымның себебі, бізге білім берген алғашқы ұстазымды қимаймын. Себебі, орта буынға барғанда бізге түрлі мұғалімдер сабақ бермей ме? Қараға, бүгін көңіл күйімді түсірмей, одан да алғаш мектепке келген кезде естерінде ме? Соны еске түсірейікші. Не есімізде? Мен даярлық жолында болмағанмын. Оқушылар мектепке келгенде қорқынышпен келгенмін. Бірақ маған мектеп бірден ұнады. Қаншама достар таптым. 1 қыркүйек күні бәріміз аузымызда маскамыз, көздеріміз жылтылдап, білім сабағын қызыға тыңдап едік. Достар, біз мерекені ұмытып кеткен жоқпыз ба? Бізді қаншама қонақтар күтіп отыр емес пе? Алдымен қонақтармен сәлемдесіп алайық.
Ала шақа болашақты жылатты, шәкірттерге ой түзеткен сымбатты, күн нұрындай сәуле құйған көңілге. Армысыздар, ұстаздарымыз қымбатты! Армысыздар, әжелер мен аналар, ұрпағымыз күнде өзіне баталар, ел дәстүрін мәңгі сыйлап, оқы деп үйреткен ғой абай ыбырай бабалар. Армысыздар өрті қолы әкелер, қыран ұстай балапанын әпелер. Бүгін міне бастауышпен қоштаспақ, азамат кешегі сәби еркелер. Армысың сен алтын ұя мектебім, саған айтар жыр алғысым көп менің, жүректерге жаққан біліп шырағым, мектебіме арналады бұланым. Ендеше алғашқанымызды достарымызға арнап, бәріміз бірге достар әнін шырқайық. Ән достар. Достық жайлы ән салып
Балбұлан 4 жыл бойы ата-анамдай әрқашан қасиетті алтын маған. Олай болса, келесі анымыз сүйікті мектебімізге арналады. Мектебім, аяулы мектебім, өзіңсің өмірдің көктемі. Нәр алып қолыңды созамын, арманға көктегі. Мектебім, келеміз тағы да, күн сайын өзіңді сағына. Сыңғырлап соғылды қоңырау, бар балапанына. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда үндей боп көктедім. Өзіңсің жүрімнің болғалы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда үндей боп көктедім. Өзіңсің жүрімнің болғалы, нәр алып келемін. Келеміз қуанып біз дайын, мектебім сен жайлы жағдайым. Айқара есігін ашады, қарсы алып күн сайын. Мектебім, өзіңді сүйемін, білімді саналы киемін. Аяулы ұстаздар алдында басымды иемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда үндей боп көктедім. Өзіңсің күнімнің болғалы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда үндей боп көктедім. Өзіңсің күнімнің болғалы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда үндей боп көктедім. Өзіңсің күнімнің болғалы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда үндей боп көктедім. Өзіңсің Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп абай атамыз айтқандай, алғаш қолымызға қалам ұстатып, оңымыз бен солымыз танытқан, бізбен бірге қуанып, 42 атты танытқан мектептегі анамыз ұстаз екенін білеміз. Шынар, сен ұстаз туралы не айтар едің? Әр шәкірттен өз баласынан кем көрмей, оқуға жазуға үйреткен мұғалімнің еңбегі шексіз. Мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Дұрыс айтасың Шынар, ғалымда, батырда, тілінен балтанған ақында, темір балқытқан жұмысшы да, көкті шарлаған ғарышкерде бәрі ұстаздан білім мен тәрбие алған. Я, бұл туралы Батыр Бауыржан атамыз болашаққа басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор дегеншісін де, келшісін де, ұстазысын деген екен. Олай болса келесі жылдарымызда ұстаздарға арнаймыз. Білімнің ғана тиегі, мектебін жаны сүйеді, қарапайым мамандық, ұстаздық атты киелі. Бойына жиған нұрағын, білімнің жаққан шырағын, шәкіртімен көркейін, қастерлі толған мұғалім. Шәкіртке шуақ төгетін, жанына мейір егетін, еңбекпенен жалықпай білімнің мәнін семетін, құрметті тұлға мұғалім. Кешегі бала түлегі, есінде мәңгі жүрегі, кетсе де алыс өзінен ұстаз болып қалар үнемі, мектепте соғар жүрегі, ұлы толған мұғалім. Келесі әңгіме sizlerге
кетір. Сүйер биік ағаштың үстінде отыр. Неге үстінде? Мұғалім, өзіңіз айттыңыз ғой, үстіне деген шоуға мысал келтірдім. Астына дейін десем келмей қалады. Математика сабағында. Сен бір қалтаңнан 100 теңге, екінші қалтаңнан 200 теңге тауып алдың делік. Одан мен біреудің кетпедім. Сенде 500 теңге бар еді. Сен ініңнен 300 теңге сұрап алдың. Енді сенде қанша теңге болады? Ол 500 теңге. Нұрали, сен математиканы білмейді екенсің. Жоқ апай, сіз менің інімді білмейді екенсіз. Қай пәнді жақсы көресің? Математика. Шаршының ауданын қалай табамыз? Қалай табамыз? Жоғалып кеткен ба? Жарат, дүниетану сабағында. Арктикада өмір сүретін 6 жануарды ата. 2 тулен, 4 және 4 ағайын. Суда қандай заттар ерімейді? Әрине балықтар. Аңдардың патшасын ата. Тақырыптың директоры. Жарат, ұстану сабағында. Нұрали, не үшін біз ең бірінші найзағайды көреміз, сосын барып дауысын естиміз? Өйткені көзіңіз алда тұр, ал құлағыңыз сәл кейінде тұр. Міне біздің сабақтарда осындай да қызықтар болып тұрады. Не айтса да біздің оқушылар ең керемет оқушылар. Қазақ тілі пәнінен білім алды балалар, сөйлемді сөз таптарын, етістіктің шақтарын, жалғаулар мен жинақтар ережесін жаттады. Ана шыңдай сыр шерткен, ақыл білім үйреткен, ана тілін оқытып, ерекше зор құрметпен, ана тілін сүйеміз, құрметпен бас иеміз, ана тілмен қоштасамыз, әдебиетпен достасамыз. Бұныңы бесеп шығарып, 4 таңғаны бітірген ғылымдардың патшасын математикадан. Ой жіберсең бәріне, дүние тану пәніне, жер байлығы көп екен, игеруді қалайда, осының бәрін үйреткен дүние тану сабағы. Үйренеміз жалықпай, орыс тілін жарықтай, тілсіндіріп, ән айтып, шаттанамыз жалықпай. Оқушыларымыздың орындауында флешмоб бе. Thank you.
әдептілік дегеніміз үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу, бір-бірімізге көмектесіп, қолдан келгенше көмек беру. Сен үшін ең қымбат не? Әрине, мен үшін ең бірінші отаным бар, екінші арманым бар, үшінші ата-анам мен бауырларым бар, төртінші достарым мен ұстазым бар. Сен нені ажырата білдің? Жақсылық пен жамандықты, ақ пен қараны, адалдық пен арамдықты. Өткенде кім болғың келеді? Әрине, өскенде білімді ғалым, елін сүйген ер болғым келеді. Жарайсың Бағнұр. Бастауыш сыныпта көп нәрсе үйренгеніңді көрсеттің. Арманыңа жете беруіңе тілектеспін. Ахмет досым. Ендеше осының бәрін үйреткен бастауышқа кезек берейік. Бастауышым балуан қолыбырам, жан шығам, өзің берген біліміңнің таңғалшы тауқырам. Бастауыш бауырларым, алдым сенен балдындамын, әрттан білім алып рахметін жаудырамын. Бірдей біздің ойнымызда сырымыз, бір мектептен ұлы менен қызымыз. Бірдей өстік оқуда еңбекте, күліп ойнап бірімізбен біріміз. Ар үйден еркек өскен тентек еді, ақылға келе амандық ерте көніп. Ойымыз бірте-бірте үйленісін, мектеп ережесін үйленіп кеп. Бастауышта шырқалмаған жыр бар ма? Бастауышта айтылмаған сыр бар ма? Бастауышта алған білім жырларым, азық болар әлі талай жылдарға. Өтті сенен қызық шағым, болашағым, бауырларым. Қостасар күнін жетті міне қимастықпен қол бұлғайым. Спандияр Бекелдінің орындауында ән ұстазым. Біліміміз бізге берген қос қанат, тілеріміз қона берсін басқа бақ. Мына біздер тәрбиеміз барында, бар балаңыз біліммен дос болар. Ұстазым бар, мен өрге жақтаған, ұстазым бар, мен өзіммен мақтанам. Әрқашанда биік қойған тұғырын, ұстазымды айтамын мен жақсы адам. Ал бойымыз білімменен толсын деп, мектепте де екінші анаң болсын деп, жақындатып қойған шығар өздерді, ұстаздардың шын қадірін білсіндер. Ұстазым бар, мен өрге жақтаған, ұстазым бар, мен өзіммен мақтанам. Әрқашанда биік қойған тұғырын, ұстазымды айтамын мен жақсы адам. Ұстазым бар, мен өрге жақтаған, ұстазым бар, мен өзіммен мақтанам. Әрқашанда биік қойған тұғырын, ұстазымды айтамын мен жақсы адам. Ұстазым бар, мен өрге жақтаған, ұстазым бар, мен өзіммен мақтанам. Әрқашанда биік қойған тұғырын, ұстазымды айтамын мен жақсы адам.
Қымбатты ұстаздар, қонақтар, бүгінгі 4-ші А сыныбының мың алғыс саған бастауыш атты тәрбие сағатымыз өз мәресіне жетті. Енді құттықтау сөзді мектебіміздің директоры Гүлнұр Әскербекқызына береміз. Мен де мақтанам Гүлмира апаймен. Өйткені қалалық олимпиадалардың, қалалық шығармашылық жұмыстардың, бүкіл қала бойынша шығармашылық топтың мүшесі, Қазақстан Республикасы бойынша бастауыш сынып мұғалімдерінің өткен съезінің қатысушысы, шебер ұстаз. Мектебімізде 3 қана шебер мұғалім болса, 160 мұғалімнің ішінде мен де шебер емеспін, бастауыш мұғаліммін. Осы кісі шебер ұстаз, кітаптардың авторы. Сондықтан сіз үйлеріңізде өздеріңіздің қалағандарыңызды істейсіздер. Ал мектепте ұстазға бәріміз бағынуымыз керек. Мен директор болсам да, ұстаз қалай шешті сынып сағатында мен де бағынуым керек. Міне, барлығымыздың көзіміздің ағы мен қарасы, үміт күтіп отырған балапандарымыз биіктен көрінсін, дендері сау болсын. Осындай ұстаздыңдан білім алып шыққан шәкірттер ұстазын ұятқа қалдырады деп ойламаймын. Алдағы 5-ші сыныпқа барғанда да жаңа ұстаз қабылдап алады ертең. Сол ұстаздың айтқанына бағынып, мектептің ережесімен жүріп, бізде мектепте бір-ақ нәрсе сұраймыз: білім мен тәрбие ғана. Бірінші тәрбиелі болу керек, екінші ол жас жеткіншек білімді болу керек. Осы екі нәрсені ғана сұраймыз. Тәртіп пен тәрбие, басқа нәрсені еш нәрсе сұрамаймыз мектептен. Сондықтан сол ереже өзгеріп кетпейді орта буын, негізгі буында, және негізгі орта мектепте де өзгермейді. Сол мен ары қарай кете береді. Қанаттарың талмасын, биіктен көрініңіздер. Сіздер 4-ші А сыныбы болсаңыздар, ендігі жылы да 5-ші А сыныбы болып биік бересіздер. Сондай шығармашылық сынып сағаты өте өзінің жоғарғы деңгейде өтті деп ойлаймын. Барлық оқушы бір сахнаға шықты. Шықпай қалған оқушы бар ма? Бір ата-ана менің балам бір нәрседе айтпады дейтін ата-ана бар ма? Ондай ата-ана жоқ. Бірақ ата-ана уақыт тауып баласының сол қызығушылығын көруге келе алмай қалған ата-аналарымыз бар. Оқушылар барлығы 2 реттен, 3 реттен шығып айтып жатыр. Денсаулығы болмай тұрса да Гүлмира апай соның барлығын алып шықты. Өте тамаша іс-шара болды. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Ұлттық құндылыққа негізделген тәрбие болғаннан кейін биылғы жылы ұлттық құндылыққа негіздеп алған тақырыбын мектебіме 1000 алғыс деп, бастауышқа 1000 алғыс деп алдыңыздар ма? 1000 алғыс саған бастауыш деп. Көп-көп рахмет барлықтарыңызға. Бұл тек бір адамның ғана қолынан келмейді, Гүлмира апай ғана емес, ол сіздердің де еңбектеріңіз. 24 сағаттың жартысы мектепте 6 сағаты болса, қалғаны үйде сіздің. Сол баланы жетістікке жетелеймін, сол баланы биіктен көрсетемін, сол баланың әрдайым қаламын ұштап отырам деген ата-ананың еңбегінің арқасы. Сіздерге де әрдайым осы балдардың қызықшылығын көруін жазсын. Балдарымыз биіктен көрінсін. Енді мына мектеп директорының алғыс хаты бар екен, солармен марапаттап жіберейін. Мадақтама номер 68-ші орта білім беретін мектебінің оқуға құштар мектеп жобасы аясында үздік оқырман атанғаны үшін 4-ші А сынып оқушысы Шернияз Қарақат марапатталды. Әліппен алып, әріптер танып, таудай болған біз тайрадай болып барып. Гүлді көктемім, күнде мектебім, шашатын ертеңіме жарық партадан. Құлсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан құлсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Қазақ тілі, физика, алгебра, химия, ең алғашқы еркелік сабақтардан қашқанбыз. Күлім қаққан класстас жүзінен
шашқан қыз естен кетпес көктемім жүрегімнің жыр әні ақ күмбезді мектебім бақытымның тұрағы